Яғни Алланың бар екендігіне, шексіз құдіретіне, толассыз мейіріміне сенбейтіндер осы бейнесін көруге лайық. Олар әртүрлі қатыгездік жасайтын адамдардың қанын төгіп, өз пайдасын басқаларға оқ атып, бомба жаудыратын, жетімдердің мүлкін тартып алатын қаскөй жандар. Ол бейне адамдардың өтірікпен адастыратын сатқындарға ғана және Алланың пайғамбар мен оның кітаптарын жоққа шығаруларға көрінеді. Өйткені Алла оның бұл дүниеде сан мәрте жасаған қатыгездігін жай қалдырмайды. Алла залымдылардың кесірінен қасірет көргендерге әділетсіздік жасамайды. Осылайша Әзірейіл өмірін қатыгездікпен өткізгендерге әдемі періштенің жүзімен емес, қорқынышты кейіппен көрінеді. Сонда әлгі адамдар бұл өмірде жасаған үшін жазаланатын күннің жақын келгенін сезе бастайды. Жазықсыз, әлсіз адамдар кешіріліп, жүздеріне қуаныш ұялағанда залымдардың жылайтын кезі де келеді. Әзірейіл сенімді серік, әлемдегі барлық зұлымдықтан қашып тек Алладан пана тілей аламыз. Әзірейіл періште өзінің қорқынышты түрін тек жамандарға көрсететінін білдік. Енді бәріміз оның әдемі, мейірімді, нұрлы жүзін көруге үміт етейік. Себебі бізді осы дүниелік өмірдің соңына күтетін ұзақ жол бар. Бірақ бізге жол сонда сенімді серік керек. Әзірейіл періште сол жолда бізді жәрдемші болатын сенімді серіктердің бірі. Денеміздің бөлініп шыққан жанымыз оның қанатын астында болады. Бұл біздің дүниеге келгендегі сәтімізге ұқсайды. Біз ең әлсіз шақалақ кезімізде бір дәрігердің қолында болып едік. Дәрігерлер өмірге келуімізге көмектессе, өлім періштесі біздің жанымыздың тәнімізді босатып, оның басқа әлемге баруына көмектеседі. Бұл Алла тағаланың адамның қымбат жанын ең сенімді періште аманаттауы. Дәрігер жаңа туған нәрестені жұмсақ жамылғыға қалай орап алса, Әзірейіл де жанымызды құшақтап, оны мәңгі өмір сүретін нағыз әлем, жұмақтың шексіз әлем бақшаларына біз кейін қауышатын көркем өмірге жеткізеді. Сондықтан мұсылмандар Аллаға, пайғамбарымызға және Құранға иман келтіргендей, басқа періштелер сияқты Әзірейіл де жақсы көру керек. Қанша Әзірейіл бар? Күніне мыңдаған адам көз жұмады. Жер бетінде саны көп болғанына қарамастан барлық тірі жан мерзімі келгенде өз өмірімен қоштасады. Ормандағы пілдер, арыстан, зебра, киттер мен дельфиндер, теңіз жұлдыздары, ағаш бұтақтарындағы құстар, шөлдегі шаяндар мен полюстегі пингвиндер, ұядағы аралар, аяқ астындағы құрттар, құмырсқалар, қыркүйектің салқын кешінде кәрі алмұрт ағашының бұтағында жүрген құрттар да өледі. Егер өлім періштесі барлық тіршілік иелерінің жанын алады десек, жануарлардың да қатарына кіреміз. Әзірейіл бұл уақытта соншама тірлік иесінің жанын қалай алады? Періштелер нұрдан жаратылған. Сондықтан олар ет пен сүйектен жаратылған тіршілік иелері сияқты бір уақытта бір ғана емес, болу шарт емес. Олар бірден басқа жерге болуы мүмкін. Сізге мына мысалды ұсынып көрейін. Күн атомдардан құралған, бірақ ол айналасына жарық түсіретіндіктен оның жарық сәулесінің бастауы деп айтсақ болады. Күн сәулесі әлемге тегіс жарық сыйлайды. Басқа ғаламшарға бәріне бірдей жарық сыйлап тұр. Жерге жылуын, нұрын сыйлайтын күн бір секунд ішінде жердегі барлық гүлдің жапырақтарына жарық сыйлай алады. Күн барлық тіршілік иелеріне сәулелерін төгіп, бір жерге жарық болса, басқа жерге нұрын төге алады. Теңіздер мен таулар, сәбилер мен күннің жарығын сезеді. Ол ағаштарды һәм барлық тіршілікті жылытады. Нұрдан жаратылған періштелер бір уақытта әртүрлі жерде бола алады.
Бұл біз ойлағаннан да оңай. Егер адам 200 жыл бұрын бір күні сұлтан шығып сөйлейді, бірақ миллиондаған адам өз үйлерінде отырып естиді деп айтса, сол адамның бәрі ақымақ ретінде көретін еді. Өйткені ақылға сыймайтын нәрсені айтқан үшін оны айыптайтын. Осы екі мысал Әзірел періштенің нұрдан жаратылған түсінуге көмектесті деп ойлаймын. Ол көп жерде бір сәтте бола алады. Мыңдаған адамның жанын бір сәтте алуға қауқары бар. Бірақ бір нәрсені айта кету керек. Кейбір ислам ғұламалары хадистер мен аяттардан алған түсіндірмелерге сүйене отырып, Алланың жан алатын періштелері өте көп. Ал Әзірел болса, олардың басшысы деген пікірді келтіреді. Барлық нәрсені періштелер мен адамдар жаратқан. Алла тағала жарық беруші. Кітапты жазған Жібек Зейнелова. Әзірел қандай періште, жақсы ма, жаман ба? Періште сөзін естігенде ақылыңа жаман ой келе ме? Жамандық жасайтын адамға періште деп айта аламыз ба? Періште сөзін біз ешқашан кісі өлтірушіге, залымға, ұрыға, сатқынға, қатыгез адамға немесе қорқынышты жаратылысты сипаттау мақсатында қолданбаймыз. Бірақ біз жас сәбидің сондай сүйкімді күлімсіреген жүзін көргенде періштедей деп айтамыз. Басқаларға әрдайым қол ұшын беріп, үнемі жақсылық жасайтын, ашты тамақтандырып, жүрегіне қайғысы бар адамның көз жасын сүртіп жүрген біреуді көрсек, сол адамның сипатына қарап, бірден ойға періштедей деген теңеу келеді. Періште әлемде барлық тілдердің ішіндегі ең әдемі сөз. Ал Әзірел ол да періште. Уахи періштесі Жәбірейіл сияқты. Микаил сияқты ол да періште. Микаил Алланың бұйрығы мен гүлдерді, жемістерді, бидай дәндерін, таулы жазықтарды, жүзімдер мен бақтарды бақылайды. Ал Исрафил қиямет басталғанда адамдарды бірінен соң бірін қайту тірілту үшін сүр үрлейді. Әзірел ұйқыда жатқан сәбиді күлдіре алатындай көркем періште. Ол аспаннан жауған қар мен жауынның әр тамшысын жер бетіне алып түсетін періштелер тәрізді. Ол құстарға ән үйретіп, құмырсқалар мен жарысқан араларға жол бастайтын, сиырдың құлағына алашын сәл сабырлы бол, кішкентай қыз шелегін толтырып алсын деп сыбырлап келетін періштелер сияқты бір періште. Бірақ оның міндеті пайғамбарға аян беру, кішкентай сәбилерге бесік жырын айту, не болмаса басқала бақтардағы гүлдерді жайнатып өсіру. Аспаннан жауған қар мен жаңбыр тамшыларын жерге жаймен алып түсіру, құстар мен дос боп аралардың серігі болу емес. Әзірел өлім періштесі. Бұл әлемнің соңғы сәтінде бәрімізге көрінетін періште. Әзірел періште жақсылықты, сұлулық пен тазалықты, әділдікті білдіретін періште. Оның есімін естіген кезде бізде қорқыныш пайда боп дірілдейміз. Ол шынайы періштенің бейнесі емес. Себебі қазіргі адамдар қара шекпен жамылып, қолына шалғы ұстаған бір бейнені санасына Әзірелге балап жүр. Қара шекпек киген, жан түршігерлік бас сүйегі көрінген, киімнің ішінен сүйек қаңқасы көрінген бір бейне. Мультфильмдерде, орта ғасырлық суреттерде, қорқынышты фильмдерде жиі кездесетін бұл сұмдықтың әрине Алланың 4 ұлы періштесінің бірі Әзірелмен ешқандай байланысы жоқ. Әзірелдің бейнесін көре сала оны хатқа түсіріп, оны басқаларға көрсетуге ешкімнің артық уақыты жоқ. Өйткені ол өлім періштесі. Ол келгеннен соң өлім келеді. Әзірел періштенің 2 түрлі бейнесі бар. Әзірел періштенің 2 түрлі бейнесі. Әзірелдің әдемі жүзін Алланың ең сүйікті құлдары ғана көре алады. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Әсия Ерболқызы. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар.